Қайырлы күн достар. Бүгін біз сұхбатымызды жалғастырамыз. Бүгін біздің осы YouTube каналымызда арнайы қонақ 80 жылдан астам қызмет жасап келе жатқан ақ халатты абзал жандарды оқытып, білім бергізіп, білім нәрімен, ұшымен беріп отқан мекеменің басшысы Жәмила Нұрғалиқызы. Жәмила Нұрғалиқызы бүгінгі таңда сіздерде 80 жылдан астам колледждеріңізге тарихы бар. Енді бүгінгі таңда колледждің жағдайы, студенттері қандай жағдайда? Сіздің енді сұрағыңызға жауап беретін болсам, біздің медициналық колледжға биылғы жылы 12 ақпанда 80 жыл болды. Бұл енді тарихы тереңде жатқан үлкен білім ордасы. Себебі ең бірінші 36 жылы 2 жылдық мейірбике мектебі болса, мейірбикелерді дайындайтын мектептен бастап, бүгінгі таңда жоғарғы медициналық колледж атағына ие болып отырмыз. Яғни өзінің 83 жылдық тарихында мектеп те болды, одан кейін училище де болды, колледж де болды. Бүгінгі таңда айтып отырмын, жоғарғы колледж деген статусына ие болып отырмыз. Бұның бәрі осы еңбек колледждің тарихындағы үлкен бір колледждің жеткен жетістігі деп айтсақ болады. Себебі әрбір кезеңде өзінің тарихта орны қалған ұстаздар болған, алған жетістіктері болған. Қазіргі таңға келетін болсақ, бүгінгі таңда бізде колледжде 2095 студентіміз білім алып жатыр. Олар негізгі 3 мамандық, 4 біліктілік бойынша даярлаймыз. 3 мамандығымыз ол емдеу ісі, мергер ісі және фармация мамандықтар бойынша. Енді ойлаймын, бұл медицина мамандығы ең керек мамандықтардың бірі, себебі ең адамның өміріндегі маңызды ол денсаулық, сол денсаулыққа жауап беретін мамандар. Енді бізде жалпы қазір республикада 80-нен астам колледж бар, оның ішінде 26-сы ғана мемлекеттік статуста колледждер, қалған бәрі жекеменшік. Енді осы колледждердің арасынан алатын болсақ, біздің де колледждің өзінің алатын орны бар. Оған жылдағы мынау әртүрлі мамандық бойынша өтіп жатқан байқаулар, студенттеріміздің үздік фельдшер, үздік мергер, үздік фармацевт байқауларына қатысып жүлделі орындарға ие болып жатырмыз. Биылғы жылы біздің базада республикалық деңгейде үздік фармацевт 2019 байқауы өтті. Себебі 2017 жылы Шымкент қаласында өткен байқауда біздің колледжіміздің түлегі сол жерде бас жүлдені ұтып алды. Сол бас жүлдені ұтып алған колледждің базасында келесі байқау өтеді деген біздің өзіміздің ережемде сондай бір графасы бар. Сондықтан да биылғы жылы біз өте жақсы деңгейде республикалық байқауды өткіздік. Республикалық байқаудың жеңімпазы болып Шымкенттің мемлекеттік колледжінің студенті орын алды. Енді Қазақстанда 2000-дан жуық студент оқиды. Сіздерде менің білуімше жатақхана қамтамасыз етілмеген. Бірақтан қанша ауыз сырттан келіп оқиды? Енді бұл Қосып Тараз қаласының тұрғыны емес, бірақтан ауданның, ауылдың, басқа қаладан келіп оқиды. Бұл енді біздің осы колледждегі ең өзекті мәселенің бірі. Елбасының 5 әлеуметтік бастамасының аясында, соның ішінде 3-ші бастамасында жаңағы жоғарғы білім берудің қолжетімділігі мен оның сапасын арттыру және студент жастарды жатақханамен қамтамасыз ету. Соның аясында да бізде жұмыс атқарып жатырмыз, бірақ өкінішке орай ешқандай результаты дейміз, қорытындысы болмай тұр. Бізде қазіргі таңда жаңағы айтып кеттім, 2095 студент болса, соның ішінде 1288-і ауылдан келген. Енді оның ішінде бізде қазір биылғы жылы оқу бітіретін студенттеріміз бар. Оларды алып тастайтын болсақ, где-то 800 студент ауылды мекендерден келіп оқиды. Бірақ енді ауылды мекен болғандықтан бізден аудандардың, жақын аудандар бар, алыс аудандар бар. Ең алыс аудандарымыз ол енді Мойынқұм, одан кейін Қордай, Шу және Сарысу аудандары деп есептейміз өзіміз. Енді біз өзіміз осы жатақханаға қаншама студентке орын қажет болып зерделеу жұмысын жүргізгенде, соның ішінде 420-дай студентке қажеттілігін білдірді. Бірақ оның ішінде көбісі туысқандармен тұрғызатын болды. Сосын бір жанұяның 2-3 баласы студент болған соң олар бірге квартираға тұрғызамыз деп ата-аналар шешті. Сөйтіп ортаға есептеп келгенде 350 адамға жатақхана қажеттілігін анықтап білдік.
Оның үшін міндетті түрде біз 4-ші курсты алып тастадық, сыйлар енді Жәмилә Нұрғали, өзіңіз осы жақтың тумасысыз, осы колледждің жұмыс істеген уақытынан білесіз. Енді 90-шы жылдары менің білуімше осы колледждің жатақханасында болған, басқасында болған, бірақтан оның бәрі сатылымға түсіп, бәрі сатылып кеткен. Сол қай жерде болды? Бізде енді ол жатақхана болып сатылып кеткен жоқ. Жатақхана негізі осы корпуста болған. Осы корпустың 4-ші, 5-ші қабаттары жатақхана болған. Кейінгі кездері студенттердің саны көбейген соң бұл корпусты толығымен оқу корпусына айналдырды да, жатақхана сондықтан да қызметін атқарған жоқ. Енді бүгінгі таңда жаңағы айтып жатырмыз ғой, сол жатақхана мәселесін әлі қарастырып жатырмыз. Бізге өзіміздің мынау 2-ші Пушкин көшесіндегі ғимаратымыздың айналасынан жер телімі берілді. Енді біздегі ең негізгі мақсат сол жерге инвестор табу. Ол инвесторларды жекеменшік, мемлекеттік жекеменшік серіктестік қағидасымен жұмыс істеу керек. Бүгінгі күні осы сағат бүгін 3-те сол не бойынша жұмысты жалғастырады. Кеше ғана сол серіктестіктен звондап, телефон соғып, осылай ары қарай жұмысты жалғастырсақ деп, бүгінгі осы Жамбыл облысы бойынша жатақхана қажет ететін оқу орындарымен тағы да бүгін кездесу өтеді. Сағат 3-те. Бүгін сол бизнесмендер келеді деді. Осы сұрағымызға жауап табармыз деген ниеттеміз. Сіздер мүмкін босап тұрған, адам аз қамтылып тұрған, бұрында жатақхана болған ғимараттарды көрген жоқсыздар ма, зерттеп зерделеп? Негізі біздің администраторымыз, денсаулық сақтау басқармасы, ол кісі Марат Сетпекшиннің басшылығымен бірнеше инвесторды ол кісі бізге тауып берді. Бірақ енді ол кісілерге жаңағы қойып отырған кейбір талаптарды қолдамады. Ал жалпы осы Жамбыл облысында, Тараз қаласындағы бірнеше мекемені де босап тұрған көрдік. Мына жерде Анатолий Тимофеевич деген құрылыс компаниясының, ол кісінің 3 этажды бос зданиясы тұр. Осы Ниткалиев көшесінің бойында. Оны да барып көрдік. Жаңағыдай жатақханаға реконструкция жасауға болатындығын бәрін байқап. Бірақ соның бәрі кеп қаржы жағына кеп тіреледі де, ары қарай сұрақ шешілмей тұр. Ал жалпы енді біздің өзіміздің емдеу мекемелері қазір бірігіп кейбір ғимараттары босап жатыр. Оны да қарастырып жатырмыз. Енді мүмкін жаңа ғимарат соғып, жаңадан оны көтеріп, оны студенттерді күткізгеннен гөрі мүмкін Тараз инновациялық гуманитарлық университет сияқты дайын ғимаратты алып, оны реконструкциялап, сөйтіп студенттерге берсек, одан да арзан болмай ма? Енді оның бәрі қаржыға кеп тіреледі. Қаражат керек. Егер бізге осы жергілікті әкімдіктен қаржы бөлініп жатса, жоқ, сіздер сұраныс білдірдіңіздер ма? Сұранысты жатақханаға неге білдірдік? Енді біздің администраторымыз, денсаулық сақтау басқармасы сол жақтан хат өтініш түсу керек. Жалпы ол сұрақ қарастырылуда. Ол енді басқа босап тұрған оқу орындарының ғимараты болмаса да, босап жатқан емдеу мекемелерінің ғимараты. Содан мүмкін бір бос ғимаратты беру мүмкіншілігі бар. Енді бүгінгі жиналыста да қарай ол сұрақтарды қарастырамыз. Себебі бұл жаңағы бізбен қазір осы жатақхана бойынша жұмыс істеп жатқан жекеменшік, мемлекеттік жекеменшік серіктестікке, сол орталықтың да ұсыныстары, сонда босап тұрған ғимараттарды жатақханаға реконструкция жасап береміз деген ұсыныстары бар. Ал енді жаңа сіз Ниткалиевадағы нені ғимаратты айттыңыз, бағасы қанша екен? Олар қойып отырған? Енді қойып отырған бағасы 350 миллион. Қымбаттау екен. 350 миллион ғой, 3 этажды жаңа ғимарат соғылса болады ғой, жаңа садик соғылса болады. Енді хәтия қымбаттау екен. Бірақтан саудаласып не істеп көрген жоқсыздар ма? Олармен айтып та көрдік, не қылып та көрдік, бірақ енді өзінің соққан ғимараты болған соң құрылыс компаниясы пока ол жеңілдік ештеңкеге не болған жоқ, көнген жоқ. Енді менің соңғы сұрағым болсын, осы шыны керек 350 бала
былай айтқанда не общительясыз туған туысқандарымен қыздарымен бірге тұрып жатыр. Сол балалардың сол жақтағы қауіпсіздігі қалай профилактикалық жұмыс жүргізіп отырсыздар ма сол контингентті балалар? Өйткені олар бұл жақта әке шешелер жоқ қарайтын, бұл жақта бұлардың төбесінен қарап отырған туысқандар жоқ, жан ашитын бауырлар жоқ. Былай айтқанда қалада өздерімен өздері не істеуде тұруда. Сіздер қандай профилактикалық досуг дейміз ғой, бос уақыттарын пайдалануда? Дұрыс, өте дұрыс сұрақ. Ол міндетті түрде біздің қадағалауымызда, себебі әр топқа бізде топ кураторы бекітілген. Топ куратормен бірге біздің колледжімізде 2 психолог, 1 әлеуметтік педагог жұмыс істейді. Одан кейін құқық бұзушылықтың алдын алу бойынша бөлім меңгерушісі бар, и тәрбие жұмысы бойынша меңгерушіміз бар. Осылардың бәрін өздерінің жылдық жоспарында міндетті түрде жаңағыдай ата-анасынан тыс жерде, осы жерде әртүрлі квартираларда, арендада тұрып жатқан білімгерлерімізге қадағалау жұмысы міндетті түрде жүргізеді. Оған социальный педагог деп жаттық қой, әлеуметтік педагогымыз барып үйдің тұрған жағдайын бағалап кетеді міндетті түрде. И топ кураторларын ылғи да қадағалауында. Студент бір күн сабаққа келмеді, міндетті түрде жібереміз. Қандай жағдай болды, не себепті келмеді? Ал егер жаңағыдай ауырып қалған жағдай болса, немесе себепсіз қалып жатса, онда ата-анасына хабарласамыз. Айтамыз, міне балаңыз осынша күн сабақта жоқ, не себепті келгені белгісіз, тұрған жерінде жоқ деген сияқты міндетті түрде. Себебі қазір осы студенттер біздің қадағалауымызда болмаса, әртүрлі жаңағыдай келеңсіз жағдайларға ұшырап қалуы мүмкін. Рахмет, Жәмила Нұрғалиқызы, өзіңіздің уақытыңызды бөліп бізге осыны сұхбат бергеніңізге. Енді алдағы уақытта біз де өз жағымыздан денсаулық сақтау басқармасына, жергілікті билік, әкімдікке осы мүмкін ғимарат сатып алуды ұсыныс ретінде береміз. Өйткені бұл колледждің тарихы үлкен, өміршеңдігі үлкен. Өйткені бізге бұндай мамандықтар керек, бұндай жай фельдшерлер өте керек, мергендер де керек. Сол үшін бұл мәселені жедел түрде шешілмесе де алдағы уақытта шешіліп, оның нәтижесін табады деп білемін. Өйткені басты дүние жаңа ғимарат соғу емес. Басты дүние бар ғимаратты болса да оңтайлы бағаға сатып алып, соны студенттердің игілігіне беру. Өйткені ол студенттердің, әсіресе жас 18-ге толмаған ұл мен қыздардың қауіпсіздігін сақтау, ол сіздердің де міндеттеріңіз және біздің міндетіміз. Неге? Өйткені қоғам болып солардың дұрыс тәрбиеленуіне, дұрыс тұруына бәріміз атсалысуымыз қажетпіз деп санаймын. Барлықтарыңызға рахмет. Әрі қарай біздің сұхбаттарымызды келесіде жатақхана керек деп есептеп отқан басшылармен жүргізетін боламыз. Рахмет.